Мақтаарал ауданындағы қала сыртында орналасқан екі жазғы лагерь өз жұмысын бастады. Оқу жылын аяқтаған балалар енді демалыстарын осында өткізуге мүмкіндік алады. Өткен жылы карантинге байланысты жабылған лагерьге биыл орташа жөндеу жұмыстары да жүргізіліп, келушілер үшін тегін сыйлықтар қарастырылған. Бұл мекемеде кімдер демала алады? Толығырақ алдағы сюжеттен көріңіз. 2020 жылдың жаз мезгілінде әлемде күшейтілген карантин режимі орнап, көптеген мекемелер жұмысын уақытша тоқтатқан болатын. Оның ішінде жазғы лагерлер де бар. Осылайша балалар 3 ай демалысын үйде немесе аулада өткізуіне тура келді. Бүгінде еліміздің бас санитар дәрігері жазғы демалыс орындарының жұмысына рұқсат беріп, балалар үшін қуанышты жаңалық жасады. Мақтаарал ауданындағы жазғы лагерь 9 маусымнан бастап жасөспірімдерді қабылдауда. Әрине, әрбірі жіті тексеруден өтіп, денсаулығы үнемі бақылауда болады. Сонымен қатар, келген балалардың барлығына жеке гигиеналық құралдар сыйға беріледі. Айта кетейік, демалыс орны мемлекеттік мекеме болғандықтан мұнда барлығы тегін. Балалар 10 күн бойы алаңсыз демалыстарын өткізе алады. Карантинге байланысты лагерь болмаған еді, ал биыл сәті түсіп, мен осы лагерьге демалушысы ретінде келіп отырмын. Мен алдағы уақытта көптеген достар табамын деген үміттемін. Және де лагерь маған ұнайды дегенде сенімдемін. Тәлімгер мен тәрбиеші ағайларым болады. Ол Ахмет ағай мен Майра апай. Олар өте жақсы апайлар, ағай деп ойлаймын. Өйткені олар маған келгеннен бастап өте қатты мейірімділікпен қарсы алды. Мен осы лагерьге келгеніме қуаныштымын. Мен осы лагерьден көп достар табатыныма сенімдімін. Бұл жақта мен жастар деген топқа қосылдым. Жаздың қызықты күндерін демалыстарында осында өткізем деп шештім. 200 орынға арналған мекемеде қазіргі таңда карантинге байланысты 100 ғана бала демалуда. 24 маусымға дейін жұмыс жасайтын лагерь 8 маусым ішінде 1000-ға жуық баланы қамтуды жоспарлауда. Мұнда келетін оқушылар ауданға қарасты елді мекендерден жиналған. Сондай-ақ лагерьге ең алдымен көп балалы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың балалары жолдама алады. Және де білім мен спорт саласының үздіктері де демалыс аймағына шақыртылады. Біздің ұжымның қызметкерлері толық балаларға қызмет көрсетіп, балалардың қауіпсіздігі бар, күнделікті балалардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында түрлі бағыттағы үйірмелер жұмыс жасауда қазіргі таңда. Балалардың азық-түлік қамтамасыз ету мақсатында 23 миллион теңге азық-түлік өнімдерін сатып алуға қаржы бөлінген. Жалпы балалар 5 мезгіл тамақтанады. 5 мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз етілген қазіргі таңда балалар. Жалпы ағымдық жөндеу жұмыстарына 5 миллиондай қаржы бөлінді. Осы қаржыға әрлеу, сырлау, жабдықтары алынып, жалпы бір ай төңірегінде жұмыстар жүргізіліп, жөндеу жұмыстары өз деңгейінде жүргізілді деп айтуға болады. Жалпы Мақтаарал ауданында 28 мыңнан аса оқушы бар. Жазғы демалысы жоспарлағандар үшін бұл лагерден бөлек Түркістан облысы немесе Қазақстан көлеміндегі өзге жазғы лагерлерге жолдама қарастырылған. Аудандық адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы Мұратбек Серікбаев биылғы оқу жылының қалай аяқталғанына да тоқталып өтті. Жалпы бізде барлық жағдайлар жасалынған, актеу сырлау жұмыстарының барлығы бітті, төсек орындардың бәрі жаңаланды. Жалпы бізге 5 миллиондай қаржы бөлінген, жаңа ремонттауына, одан кейін 22 миллионға байланысты ыстық ауқаттарына бөлінген. Одан кейін әр келген оқушыға күніге біз жаңағы жуатын шоткілерін, одан кейін шомылуда пайдаланатын сүлгілерін барлығын біз мемлекеттің есебінен беріп жатырмыз. Маскілер, онан кейін карантиндік режимді сақтай отырып, осы мәселе әсіресе біздің ауданда аз қамтамасыз етілген оқушылар, көп балалы отбасылар бойынша бірінші кезекте осы сұранысқа байланысты мектептерден әр оқушылардың өзінің деңгейінде қабылдап жатырмыз. Жалпы бізде қазір оқушының бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Өмір қауіпсіздігі негізінде шомылуға байланысты, жолда жүру ережелеріне байланысты осы жерде көптеген үйірмелерді мұғалімдердің еңбегінің арқасында біз қамтимыз деп отырмыз. Қазір
Түркістан облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасына да біз таулы лагерлерге, тау самалы, балдәурен лагерлеріне біз 1000 балаға жалпы сұраныс бергенбіз. Қазіргі уақытта біз де күтіп отырмыз сұраныста. Олар да осы үстінде жұмыс жасап жатыр. Одан кейін біз мына олимпиада жүлдегерлерін дайындау үшін биыл іс жоспарлар бекітілген. Жалпы біз 8-11 сыныптар аралығында 87 оқушыны іріктеп алдық. Қазір осы кісілердің оқушылар дайындайтын 20 мұғаліміміз қазір Көкшетауға аудандық кәсіподақ комитетінің төрағасымен келіскен түрде 20 мұғалімді қазір Көкшетауға демалысқа жіберіп жатырмыз. Енді осы тау лагерлеріне біз 87 оқушыны да жібереміз бе деген өзіміздің жоспарымыз бар. Жалпы барлық балдарға жағдайлар жасалынған, жақсы демалып жатыр, балдардың көңіл күйінің бәрі жақсы. Осыған байланысты біз осындай жұмыстарды атқарып жатырмыз. 1866 оқушы 11 сыныпты бітірді. Оның 1035-і жалпы ұлттық бірыңғай тестке сұраныс берді. Биыл үй-стадион бағдарламасы бойынша жалпы жауапкершілігі шектеулі серіктестік бойынша әр оқушы өзінің логин паролін алып, өздері тіркеліп, өздері тапсырып жатыр. Қазір біздің зерттеуіміз бойынша қазір 70%-ді құрап отыр. 30 маусымға дейін біз анықтаймыз оның барлығын. Жалпы бізге 100 оқушымыз алтын белгі иегерлеріне сұраныс берген. Жалпы өздерінің өтініштерін берген. Жалпы біз 100 оқушыны алтын белгіге ұсынғанбыз. Онан кейін 106 оқушыны үздік аттестатқа ұсынғанбыз. Жазғы лагердегі балалар әр күнін қызықты әрі есте қаларлықта етіп өткізу үшін мұнда ашық бассейн, ойын алаңшалары, сахна қарастырылған. 5 мезгіл ыстық тамақ беріліп, денсаулықтары да жіті тексеріліп тұрады. Дегенмен, жұмыс сапасын одан әрі арттыру үшін облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасының жанынан құрылған мониторингтік топ мүшелері лагерлерге зерделеу жұмыстарын жүргізуде. Түркістан облыстық ата-аналар қауымдастығының төрайымы аталған лагердің жұмысына өз бағасын беріп өтті. Өзіме қарасты осы Мақтаарал ауданына келіп, бүгінгі таңда лагердің хал жағдайын, балалардың жағдайын жасалған демалып жатқан орнын көріп, көңіл толарлықтай деп айта аламын. Өте санитарлық талаптарға сай, тап-таза, минимум бәрін көріп шықтым. Балалардың көңілі тоқ, ойнап жүр. Ең бастысы олардың жаңағыдай базалық тамақтану, жуыну, киіну, ұйықтаудан бөлек қосымша білімге, қосымша дамуға көңіл бөліңіздер деген ұсынысымды айтып, және де осы демалыс уақытысында барысына тағы да келіп зерделеу жұмыс жасайтынымды айтып кеттім. Осындай демалыс орындары әрине әлеуметтік осал топтағы балаларға, көп балалы аналар, тұл жетім, жартылай жетім балаларға бұл өте үлкен көмек, өте үлкен серпіліс, қуаныш. Таза жерде жатып, 4 мезгіл, 5 мезгіл тамақ жеп, күліп, ойнап, ұйымдастырылған демалыста демалу бұл балалар үшін үлкен әлеуметтік жағынан да, үлкен рухани жағынан да жақсы көмек деп ойлаймын. Дәл осы демалыс орны секілді Еркежан жазғы лагері де өз жұмысын бастап, бүгінде 50 балаға қызмет көрсетуде. Негізі 100 орынға арналған мекеме. Сонымен бүгінгі олардың күн тәртібі бойынша таңертең сағат 7-де тұрып, таңертеңгілік жаттығуларын жасайды. Таңғы жаттығудан кейінгі гигиеналық шаралармен айналысады, жеке гигиеналық шаралар. Таңғы астарын ішеді, сосын спорттық шаралар болады. Спорттық шараларға өте қызықты қатысады, өте қызығып, балалар жалпы қимылдағанды жақсы көреді ғой. Қызығып қатысады. Одан кейінгі өздерінің үйірме сабақтарымен айналысады оқушылар. Одан кейінгі сабақтардан кейін нелерге шаралар болады, мәдени шаралар. Сол мәдени шараларға дайындық жүргізеді, өздерінің еркін уақытысы болады. Мультфильм көретін уақытысы, түскі кейін 1 сәт өздерінің жеке бос уақыты бөлмелеріне кіріп жатуға, тынығуға дайындалады. Тынығып болғаннан кейін, яғни полдник сәскелік ас.
полдникте сәскелік асты ішіп болғаннан кейін кешкі шара болады. Кешкі шарада, яғни мәдени іс-шара. Ол мәдени іс-шараға дайындалып, кәдімгі өзінің шарты бойынша, ережелері бойынша дайындалып, сол іс-шараға атсалысып қатысады. Жаңағы кешкісін би болады. Өздерінің көңілді, өздеріне қатты ұнайды балаларға. Көңілді би кеші болады. Сонымен бір күндік күн тәртібі бойынша бір күндік өмірі солай өтеді жазғы лагерде. Аруна Пернебек, Ғалымжан Ерназаров, Нұржан Мамаев, арнайы Айға қоғамдық телеарнасы үшін Мақтаарал ауданынан.